Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Мұсылман бауырлар, негізі былтыр бастаған сабағымыз енді жалғасын табатын шығар деген ниеттеміз иншалла. Бірақ жаңа тақырыптарменен, өйткені енді былтырғы тақырыптар тек имандылық, әдеп жөнінде еді. Негізінде әдеп тақырыбында қалай жүру, қалай тұру тақырыптарын көбірек, кеңірек қозғауға әрекет жасаған едім. Әйтсе дағы уақыттың тапшылығынан енді көпшілігін жинап айтып кеттім. Сол былтырғы тақырыптарымыздың жалғасы дегенмен, бірақ кейіншеліп келе осы тақырыптар біте біз фиқ сабағына қарай кіріп кетеміз. Яғни қазіргі кездегі осы біздің Қазақстанның насихаттап атқан Абу Ханифа мазхабы бойыншағы фиқ сабақтары. Кәдімгі дәрет бабы, ораза, намаз баптары, бұлардың барлығында көп адамдар жетік түсіне бермейді, ұғына бермейді. Оқыған кітаптардың өзінде де жаңадегі толық оқымаған осы мәселелерге кішкентай тоқталамыз. Иншалла уақытында қай мәселеде қанша талас барлығы, қай талас неден шыққандығы және жаңағыдай Абу Ханифа мазхабы деп айта бересіңдер, оның дәлелі қайда деп жататын жігіттердің құлақтарына сырға ілетін кездер келеді иншалла. Мен сендерге екі нәрсені қалдырып барам. Егер оларды бекем ұстап, амал етсеңдер, ешқашан адаспайсыңдар. Олар Аллахтың кітабы, Құран кәрім және Аллах елшісінің сүннеті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгін осы көп мұсылман бауырларымыздың жанұя құрғаннан соңғы көріп жатқан қиыншылықтарынан келіп шығатын нәрсе мұсылмандағы ер әйелдің хақылары туралы мәселе еді. Сол мәселе жайында тоқталып өткім келеді. Кезінде бұл туралы айтқанмын, әйтсе дағы дәлірек, нақтырақ қылып, кішкентай тоқталып осы бүгінгі сабағымызда соны қарастырсақ деген ойдамыз. Енді араларыңызда бойдақтар да бар. Енді ол бойдақтарға тіпті жақсы алдын ала конспект болып алады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам неке қидырып үйленіңдер, перзентті болып көбейіңдер. Әрине, мен сендердің көптіктеріңді қиямет күні басқа үмметтің алдында мақтаныш етемін деген. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әйелдерге тек әдемілігіне қарап үйленбеңдер. Әдемілігі тәрбиесіздікке апарып соғуы мүмкін. Тек байлықтарына қарап үйленбеңдер. Өйткені байлығы шектен шығуына себеп болуы ықтимал. Әйелге имандылығына қарап үйленіңдер. Өйткені киімі ескі болса да, иманды күн артық. Дегенменен халқымызда сөз бар. Адасқанның айыбы жоқ, үйірін тауып қосылса дейді. Қай уақытта да адам өзінің қателігін түсініп, дұрыстай білген кезінен бастап бұл кісі өзінің баяғы айыптарын бәрін жойған болып есептеліне бастайды. Міне адамдар қазір жастар үйленеді. Сол үйлену мәселесінде де енді бас жағынан тоқталып өтсек, қазіргі оны көп айтып жатырмыз. Жастардың өзі мысалы қыз жігіт болып жүрміз деген мәселені шығарып жатыр. Бұл біздің дәстүрімізде де жоқ нәрсе, қыз бенен жігіттің жүруі. Біздің дәстүрімізде де жоқ, дінімізде де жоқ нәрсе. Жаңағыдегі ахи, ухти деп жүру деген нәрселер, бауырлар. Ухтишкалармен сөйлесіп жатыр екенмін, жаңағыдегі агентке барып уағыз айтады екенмін деген небір уағызшы жігіттерді естеміз. Сол кісілерге айтатынымыз, бауырлар, ондай уағыздарыңызды тоқтатыңыздар. Айтатын тіліңіз, уағызыңыз көп болса, жанұяңызға, семьяңызға, қарындасыңызға, әпкеңізге, анаңызға, әкеңізге айтыңыз. Өйткені жат адам, ол кісімен араңызда неке байланысы болмаған адам, қандық байланыс болмаған адамға жылы сөздер сөйлеу,
әсіресе уаширухунна бил маруф дегендей әйел кісілерменен жақсылықпенен өмір сүріңіздер. Маруф деген сөздің мағынасы өте кең мағына. Соның бірінші үлкен мағынасы сол таза ислами өмір сүру. Ал ислами өмір сүру деген бірінші орында ортақ ислам әдебін ұстанудан басталады. Яғни ортақ ислам әдебі дегеніміз жаңағыдай әйелі мен еркек мүлде сөйлесіп кетпесін, мүлде араласпасын деген мағына емес, бауырлар. Оны да түсініңіздер. Бәлки бұл нәрселер жаңағыдегі ортада ыртың-жыртың әңгіме, сен қалайсың, мен қалайсың деген әңгіме болмауы керек. Тек қана діни, егер бір адамда шынымен сауалы болса, шынменен бір қандай да бір мұқтаждығы болса, діни, дүнияуи немесе жаңағыдай сауда-саттық сияғында, сол сияқты нәрселер болса, онда тұрған араласудың ешқандай айыбы жоқ. Яғни әйел кісі базарда саудагер бола алады, саудасын жасай алады, саудаласа алады да, ер кісі келіп о кісінің тауарына саудаласа алады. Мысалы, назатын нешеден, оншадан берме, маған мыншадан бер, мына жерінде айыбы бар, мына жерінде айыбы жоқ деген сияқты сауда жүре алады. Бірақ ондай одан артық емес. Ал енді мен бойдақпын ғой, семья құруым керек қой деген жігіттерге айтатынымыз, бауырлар, аталарымыз баяғыдан осы бір көріп, тіпті өздері көрмей-ақ үйленіп жатқан. Соларда 40 жыл, 50 жылда отандасты, 100 жылда отандасты, 80 жылда отандасты. Соншалықты біздің содан қанша осы ұрпақ туылып келатқан халқымыз бар. Біз көштен кейін қалған дымымыз жоқ. Сол халықтың ішінде де махаббат болды. Сол халықтың ішінде де сүйіспеншілік болды. Яғни батыстан құрғалып кетіп, махаббатсыз қап кеттік деген әңгіме болмасын, бауырлар. Махаббат деген қандай екенін қазір айтамыз, иншалла. Бірақ осы жердегі бір үлкен нүктеміз, осы жас буынға, әсіресе бойдақтарға айтатынымыз, қыз қарасаңыз, біздің мысалы қазақи дәстүріміз, ислами дәстүрімізбен қарасаңыз екен, яғни жеңге арқылы, әйелді әйел арқылы іздейді. Қазақта сөз бар, қызды жеңге бұзады, жеңгені теңге бұзады дейді. Яғни жеңгесіне барып теңге беріп, сосын жеңгесі қызды көндірер деген сияқты нәрсе ғой. Сол сияқты өзінің жолын қараңызшы. Барып, қазір жігіттер ондай дәстүрді қойған, бірден барады. Қазір жігіттер емес, қыздар іздейді жігіттерді. Осындай бір адам түсінбейтін заманға душар болдық. Бұл біздің исламға намазхан адамның жүзіне қалай келсе де дұрыс келмейтін істер. Сол үшін ұзын сөздің кішкентай тобықтай түйіні осы жердегі, бауырлар, бойдақтар, қыз іздегенде орнымен іздеңіз, діни орнымен іздеңіз. Ол қалай десе, яғни қызды жақын туыстардан, ағайындардан, таныстардан іздегеніңіз жақсы. Таныс жерден қыз алсаңыз, әлде қайда көретін қайғы қасіретіңіз де басқаңызда жеңілдеу болады. Қазақта сөз бар, үйреніскен дұшпан атыспаққа жақсы дейді. Себебі танитын жер болса, о кісінің мінезін біледі, ол ағайын туыстың. Жаңалдегі нағашы жиен болсын, сәл ұзап баратқан, бізде сүйек жаңғырту деген нәрсе болады. Ұзап баратқан ағайын туыстар болады, бірақ түбі қайдан келіп атқанын білеміз. Ата-анасын танимыз, мінезін жобасын жобалаймыз. Сондай адамды алсаңыз әлде қайда жақсырақ болады, танитын адамды. Ал енді қыз көру мәселесіне келген кезінде, мен қыз көреді екенмін деп, біріншіден бауырлар, қыз баланың өзі де, ер баланың өзі де ата-ананың рұқсатынсыз жолығу дұрыс емес. Ата-ананың рұқсатынсыз екеуі барып алып, мен қыз көріп жүрмін деп, қыз мен жігіт көріп жүрмін деп, екеуі бір-бірін көріп алып, жаңа парктерде, жаңа кафелерге, бір жерлерге отырып алып, не болып отыр бұл өзі десе, біреу сәусілдетіп орамал тағып алған, біреу әдемілеп тақия киіп, сақал қойып алған, сықситып, жаңағыдай сөйтіп алып, екеуі отырады жаңағыдай, ақти-оқти деп. Бұл нәрсе, бауырлар, дін ұстанған адамның жүзіне келмейтін іс. Барлық нәрсе әдеппен болады. Иә, қыз көруге болады дінде, бірақ барынша бір отырғанда
барлық істі бітіріп кетуге әрекет жасаңыз. Яғни бір қызбен сөйлескен кезінде қоятын шартыңызды қойыңыз. Ал сол қызбен сөйлеспестен бұрын оның мінезін де, ата-анасын да бәрін де сұрастырып алыңыз. Яғни бірден өзінің алдына барып отырып алып емес та, отырып алып, ата-анаң қандай, ағаң қандай, үйде нешеусіңдер, өзің қандай, басқа қандай деп отырып, сосын жоқ, бір сөйлескеннен болмайды екен, келесіде тағы кездесейік емес та. Лажы барынша бір отырғаннан бітіруге әрекет жасау керек. Тек ол кездесудің барлығы сосын екеуі жеке отыратын отырыстар емес. Екеуі жеке қалмайды. Қандай қалам десе де. Ортада қыздың туыстары болады. Петрушкалар емес. Достар емес, жанында ертіп жүрген қызыл жасыл болып. Жоқ, туыстары, ағасы, әпкесі, жеңгесі деген сияқты адамдар келіп отырады жанында. Солардың арасында отырып сөз болады. Бұл сонда дәстүрлі, бұл сонда әдетті іс болады. Қыз көру деген оңай тірлік емес. Тағы бір үлкен нәрсе, жақында көп деген сондай сауалдардың біреуі, мысалы ажырасып кеткеннен кейін мынадай болып қалып, баланы алиментін қалай төлейміз, ажырасып кеткеннен кейін дүниені қалай бөлеміз деген сияқты сауалдар келеді. Жарайды, ол сауалдарға өзінің жауабы айтылар, бірақ байқайсыздар ма, жастар қазір көп ажырасады. Себебі біз қазіргі қазақ халқы, осы енді өзбек халқы да осы Қазақстанның халқы эгоист болып кеткенбіз. Эгоист, мен. Баламызды да мен етіп өсіргенбіз. Ішіме сыйған шұбар жылан сыртыма да сияды деп қызын алып кеп алған ата-аналарды да көріп жатырмыз. Баяғыда осы үйден сенің өлігің шығады деп тастап кететін қазақ қызын бір үйге тастағанда, енді осы үйден сенің өлігің ғана шығады сенің. Басқа уақытта кеме дейтін. Немесе үйге келгенде шайыңды іштің ба қызым? Біздің амандығымызды көрдің ба? Енді табаның жалтырады дейтін ата-ана жоқ қазір. Бәлки отырып алып, ата-енесі, атасы болмаса да енесі, қыздың шешесі отырып алып, жаңағыдай анау саған не деп жатыр, мынау саған не деп жатыр, саған қатты сөз айтты ма, жылы сөз айтты ма, бір нәрсе жаңа не қылып қалғыр, үйтіп қалғырлар, жаңағыдай мен оны үйтіп жіберем да, бүйтіп жіберем деп бүйірін таянып, қызына ақыл үйретіп, байыңды былай ұста, ананы былай ұста, мынаған жаңағы пішту деп қара, анаған үшту деп қара, біз олардан жоғарымыз, біз олардан мынандаймыз деудің қажеті жоқ, бауырлар. Сол ата-ананың тәрбиесіздігі, сауатсыздығы, мәдениетсіздігі, менмендігі, сол қызына жақсылық емес, қиянат жасап жатыр. Қиянат жасап жатыр. Мен енді бір үшін айтып жатырмын. Екінші бір ұшы, бауырлар, таяқтың екінші бір ұшы еркекте бар. Қазір жетіс қалған еркекте аз. Әсіресе жастар мысалы, таңғалам мен. Маньяк болып кеткен ба бір нәрсе. Арақ ішетті тоқтамайым дейді, бір апта бойы. Білмеймін, не істей беретін оның бәрін. Сөйтетті, қатын да жоқ, бала шаға да жоқ, ақша да жоқ, сөйтіп басын салбыратып кеп тұрады, молдеке дем салып беріңізші дейді. Сосын жаңағы кейбір ағаларымыз отырып, мынаның ішіне жын кіріп кеткен екен деп, әптен буындырады, сосын отырып алып, мына саған шық та шық деп. Ол алып баратқан жын жоқ оның. Өзі жын ғой ол тұрған біткен. Ол жын кіріп не қылады, жын қашып кететін шығар одан. Ол жынның ішіне кіріп кетпесе. Ол тұрған біткен жын ғой, жын желкенеді одан. Анандай түріменен. Бауырлар, арақ шарап деген нәрсе дұшпан ғой, атадан қалған ас емес. Еркекті абыройын түсіретін екі нәрсе қазір. Мен жалпы халықты айтып жатырмын мен. Біріншісі ойнас, екіншісі арақ. Осы екі жау еркектің абыройын аяқ қылады. Ойнас құрды ма, некесіз болғаннан кейін айыпты болады. Арақ ішті ма, қанша көргенбіз ағаларымызды түрсейін жалау қылып алып жүгіріп жүрген. Мамасы қалай туылғанда солай жүгіріп жүрген.
Соларда абырой қалмады қазір. Балаға абырой жоқ, қатынға абырой жоқ. Үйіне барсаңыз, той жиынның ағайын туыстың спискісін әйелі жасайды. Ағайын жаңағыдегі тойдың не алатын, не қоятын затты әйел жасайды. Базарды қайтадан әйел базарлайды. Тіпті тойдың иесі сөз сөйлесін десе, микрофонды қатын ұстайды бірінші орында. Ол әшейін аты сүлбе еркек болып қалған. Аты еркек та, бірақ әйтеуір бар. Сол үйде бар, біреу бар да, шалбар киіп жүр. Шалбарды қазір қатын да киіп жатыр. Сондағысы енді білмеймін. Шашты да әйелдер қысқартып жатыр, шалбарды да киіп жатыр. Енді білмеймін, енді ананы еркек деп айтатын. Аты еркек қой, аты. Одан басқа дымы қалмаған. Сондай неге кезінде қандай ірі соқтандай жігіт еді? Неге ондай күйге түсті? Өйткені арағын ішті, дәретін сындырды, жұрттың алдында абыройын төгіп тұрып. Сөйтті да енді қатынға да, жұртқа да қарай алмайды, беті жоқ. Кезінде ар жаққа, бер жаққа, оңды солды шабан жігіттік құрам деп ойнас құрды. Одан ұсталады, ұсталғаннан кейін таяғын жейді. Егер сол адал іс болғанда, анау кісі өйтіп пәс болмайтын еді. Сізді ешқашан, мысалы, намаз оқығаныңыз үшін ешкім кемсітпейді, дұрыс па? Намаз оқып қойдың ғой десе, сөйтіп кемсітті ма? Бір адамды кемсіткен ба үйінде? Мына намаз оқып қойды, сондықтан осы үйдегі ең төмен адам осы дей ма? Ондай деген жоқ. Енді қарасаңыз, әлгі адам айыбын жасап алғаннан кейін, абыройсыз болып қалғаннан соң, не істерін білмегеннен кейін пәс болады, бейшара болады. Құл болып күн кешеді. Еркектік атынан заты ғана қалады. Түк қалмайды, болды. Осындай күй кешіп жатқан заманбыз. Еркек тұрып қатын сөйлейтін, семьяның шешімін әйел айтатын заманға келдік. Айтпайын не істесін енді? Анау еркектік аты қалмаған ғой, бейшара ғой ол. Әйтеуір біреу ғой. Ойласаңыз. Жамандайтын әйелді жамандайды. Бәрі әйелден жоқ. Еркектен де бар еді сол. Сол еркек бейшараның да сондай бейшаралық әрекет еді. Қатты айтты демеңіздер. Бірақ көп семьяларда қазіргі біздің қазақтың ортасында осы нәрсе бар. Осы нәрсе, бауырлар, намазхан адамның да семьясына кіріп бара жатыр. Білесіз ба? Сол айыптар, айып жұмыс деген үшін сөйтіп жатыр. Мақтанып айта алмайды ғой, мысалы. Іштім арақ, не қылады екен? Тағы да ішем деп айта алмайды дікеңдеп. Ойнадым, керек болса қазір тағы да алдыңды алып келем, мен соны дей алмайды ғой. Бейшара ғой ол. Көк желкеден қатын сабап атқанда бейшара болып мойнын салбыратып тұрады сөйтеді. Неге? Өйткені істеген ісін мойнымен көтере алмайтын амалға барды ғой ол. Жеңілетін жақта тұр ғой ол. Семьядан ажырайды, немесе құл болады. Екі-ақ вариант, онда үшінші вариант жоқ та. Осылайша құлға айналған еркектер бар. Ал енді қызды қайдан алам деген бойдаққа айтатыным, кешіріңіздер. Бірақ еркек үндемей қалған, қатын сөйлейтін үйден қыз алмай-ақ қойыңыз. Қатты айтты демеңіздер. Бірақ өйткені сол қыз семьяда еркектің қадірін білмей өскен. Өйткені оның көргені әке деген ол мазақ қылатын зат. Әйел всегда оны, әрдайым оны түртіп отырады. Отыршы былай, сөйлемеші сен. Жұрттар сөйлеп атқанда. Кет шығар, жемей қой сен. Жедің ба, тұрып кет бар деп. Ана бала сияқты қуып отырады. Оның баласы сияқты ол. Бергел, ана жерде тұр. Мынаны киіп ал, ананы шеш таста. Ана үндемейді, ит сияқты ғой. Жүгіріп жүре береді, құйрығын тығып алады да тақымына. Ондайды трамвай дейді. Трамвай деген сөз сызып қойған рельстен шықпайтын поезд айтама, сол қатынның трамвайы, қатынның екі сызығынан шықпайтын поезд сол. Оны күлесіздер. Бірақ бұл бар нәрсе. Соған айналып бара жатыр қазір еркектер. Өйткені еркектік аты қалмады. Еркек болып семьяда сөз айта алмайды. Өзінің ойын айта алмайды.
сөйтіп тағы көкірегін соғады, намыстанады айтсаңыз. Сол еркектің сондай ез болғанын көріп өскен қыз ертең қандай болып өседі білесіз ба? Сол қыз еркектің қадірін білмей өседі. Ертең сол бір жерге, бір семьяға барған кезінде сосын еркектен таяқ жеп, немесе өзінің правасын мен болып өскен адам ар жаққа барып басқа жағдайға түсіп қалғаннан кейін қиналады. Қиналғасын үйіне келіп әкесін айтпайды ғой, шешесін айтады. Шешесі үйінде нені көрді? Үйінде бейшара, аты еркек бір бейшара затты көрді. Еркек деген ол да зат та, мынандай микрофон, темір, тас, ит сияқты зат та оның үйінде тұрған. Ол аксессуар семьяда керек болатын. Сол аксессуарды қалайша бұл ар жақта сөйлейді ол еркек. Ол аксессуар қалайша тірі болып жүреді ол деп таңырқаған әйел сосын қызына ақыл айтады. Қызым, байыңды былай ұста, оны жіберіп қойма дейді. Оны жіберіп қойсаң, ойнап кетеді, арақ ішіп кетеді. Бәрекелді. Одан басқа білмейді да, бейшара да өйткені. Өйткені кейбір намазхан адамдар осындай халге бара жатыр. Өйткені өзінің семьясының қадірін біле алмаған көп семьялар осындай жағдайға душар болып жатыр. Бұл қазіргі бірінші орында аурудың осындай ашық түрде айтылған сөздері еді. Халайық. Ашынып айтпасаңыз, мүмкін кейбір адамдардың жүрегіне бармас деп қаттырақ айтты. Семья дегеніміз ол киелі нәрсе. Семья дегеніміз ол иманды сақтайтын, басқа адамдарды имандыққа үйрететін, сіздің жүрегіңізге тыныштық сыйлайтын Алланың берген нығметі ол. Семья құру деген әр кездің өзінің қызығы бар. Кішкентай балапан, кішкентай қошақандай кішкентай кездеріңізде сіздің бар қызығыңыз ойын еді. Одан өстіңіз, сәл үлкейгеннен кейін жаңағыдай бойдақшылық болды. Бірақ өзіңіз жасыңыз 20-25-ке жеткеннен кейін бойдақшылықтың да қызығы тоқтайды. Өйткені жан жағыңызға қарасаңыз, достарыңыз, сыныптастарыңыздың бәрі семьялы болып жатады. Балаларын жетектеп, көтеріп, біреу мектебіне апарса, біреу мектебіне апармаса да құндақтап алып, үлде мен бөлдеге оранып, келіншегін жанына ертіп жүргенде, сіздің бойдақтық қызығыңыздың бәрі кете бастайды. Уақыттың өзгергенін түсінесіз. Сіздің қатарыңыз енді бойдақтығымен мақтанбайды. Сіздің қатарыңыз енді семьясымен мақтанатын кезге келеді. Дүние сол ғой. Құранда сөйтіп айтылған ғой. Бұл дүние иннамал хаяту дуния зинату. Осындай сән қойлық. Одан басқа дым емес. Және бір-біріңіздің араңыздағы бала шаға менен мал дүниені мақтану дейді. Расында да осы дүние осылайша өзінің уақытында мақтанатын, қызығатын заттарыңыз менен өмір сүріп өтіп кететін кез. Сол бір кездің ең алтын кездесе де болар еді. Жанұя. Жанұя деген нәрсе бұл үлкен бір қос. Бұл қоста екі бірдей есек, екі бірдей ат не түйе жегіледі. Біреу есек, біреу ат бола алмайды. Тең-теңімен, тезек қабымен дейді халқымыз. Адам баласы дүниеге келгеннен ақ Алла тағала жұп-жұбымен жаратады. Сол үшін бойдақтар қорықпай айтса болады. Біреу маған қызын бағып атқан шығар деп. Біреу сізге арнап қызын бағып отыр. Қыздар айтса болады. Алла маған бір жігіт қарыз деп. Қарыз. Өйткені жазып қойған маңдайға. Уахалақнакум азважа. Біз сіздерді жұп-жұбымен жараттық дейді. Бәріміздің жұбымыз бар. Сіз 40 жыл іздесеңіз де сол іздегеніңізге жолығасыз. Одан басқаға таппайсыз. Пайғамбарымыз мысалы махаббатын айтыңызшы, қаншалықты мықты болған. Бұл жасқа да қарамайтындығын қараңыз. Хадиша анамыз пайғамбарымыздан 15 жас үлкен. 15 жас үлкен.
Бірақ екеуінің сүйіспеншілігі сонша болған, пайғамбарымызға Хадиша анамыз бірінші иман келтірген адам болды. Бұл кісінің дініне ең бірінші иман келтіріп, жүрегі елжіреп, Аллаға деген мұсылмандардың ең алғашқысы осы кісі болды. Әйел болса да, дініне қуат болды, ақылшы болды жанында. Бұл деген сөз пайғамбарға үлкен бір әскердің жәрдем келгені деп есептеңіз. Өйткені семьяда әйелдің еркекке қуат беру үлкен нәрсе болды. Ерді ер қылатын, жер қылатын да әйел дейтіні содан. Халықта айтады, әйел үйдің ұстыны дейді. Ойлаңыз, үй тұрса ортада ұстынмен тұратын баяғыда. Сол ұстын құлап қалса, үй құлайды. Осынша орын еді. Солардың біреуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уақытында Айша анамыз айтып береді. Күндердің күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көпшіліктің жанында тұрғанда бір әйел кісі өтіп бара жатты дейді. Пайғамбарымыз тоқтай салып ана кісілерден кешірім сұрады да, жүгіріп барып әлгі әйелді тоқтатып, ол кісімен жылы амандасып, үстіндегі мүбарак тондарын шешіп, жерге төсеп, ана кісіге отырыңыз деді дейді. Ойласаңызшы, пайғамбар өзінің үстіндегі тонын шешіп отырғызған адамды айтыңыз, Әлгі кемпір отырды дейді. Бұл да соның жанына жайғасып, біраз ұзақ сөйлесті дейді. Сонан соң анау кісі орнынан тұрып кетті. Пайғамбарымыз шығарып салғандай соңынан қарап қала берді. Бер келген соң Айша сұрайды ғой, бұл әже кім дейді ғой енді. Дегенде Хадишаның достары еді депті. Екеміз сол Хадишаның тірі уақытын еске түсіріп, біраз шүйіркелесіп алдық дейді. Сонда Айша анамыз айтады, мен қызғанып кеттім дейді. Адам ғой. Қызғандым да сол өліп, әбден топырақ болып кеткен әйелді де қоймадыңыз ғой деп айттым дейді. Сонда пайғамбарымыздың жүзіне ыстық су сепкендей қып-қызыл болды дейді, ашудан. Қатты ашуланып маған қарап, бүкіл халайық иман келтірмегенде бірінші иман келтірген, жаныма қуат болған, бүкіл балаларымды туған, осы адамды мен қалай ұмытамын деді дейді. Сосын мен айттым дейді, я Расулалла, кешіріңіз деп. Сонда о кісінің айтқаны ғой, сен Хадишаның күнәсінің кешірімін сұрасаң, сені кешіремін деп айтты дейді. Сондағы махаббатты қараңыз, ұмытпағандығы. Қанша жылдар, қанша уақыттар өтті. Соның көз танысын көріп қалып, тоқтата салып, соны еске түсіруді айтыңыз. Махаббат емес па? Біз айтамыз ғой, қозы көрпеш, баян сұлу. Дінде де сондай нәрсе бар ма десе, я дейміз. Дінде де бар. Мұхаммед пен Хадишадай баянды махаббат болмаған. Баянды болған бұл махаббат. Екеуі бір-біріне жеткен, барлық мұсылмандарға үлгі болып қалған махаббат еді. Ер мен әйелдің бір-бірінің алдында Алланың берген ақылары бар. Сол ақылары жөнінде кішкентай тоқталып өтсем сөз басында. Ер кісі өзінің әйелінің алдындағы ақылары. Біріншісі, Құранда айтылғандай, «Уашируфунна бил маруф». Әйел кісіге қайырлы, ізгі өмір жолдас болу керек. Бұл қайырлы өмір жолдас дегеніміз, осы бір сөздің өзі жетер еді негізі. Бүкіл сол бір сөздің өзі ақысын орындап боласыз ба, бола алмайсыз ба да осы бір сөздің. Ауырса дәрісін бересіз, қарны ашса тамағын бересіз, киімін тауып бересіз. Жалғызсыраса жанына демеу боласыз. Қазір көп жігіттер әйелдерін бір бөлек тастайды да кете береді өзімен өзі. Баяғы бойдағы өміріне үйренген.
әсіресе жастар, ол да біреудің қызы, сіздің алғаныңыз. Оның да жүрегі бар, сезімі бар. Ол да сағынады, жалғызсырайды. Сізді іздеп, сіздің соңыңыздан еріп келді бұл үйге. Келген үй оған қандай жылы болса да бөтен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: сіздердің әйелдеріңіз қолдарыңыздағы тұтқындарыңыз, ендеше тұтқындарыңызға мейірбан болыңыз дейді. Қолыңыздағы тұтқындарға мейірбан болу керек. Пайғамбарымыз айтады: сіздердің іштеріңіздегі ең қайырлыларыңыз әйелдеріңізге қайырлыларыңыз. Мен сіздердің іштеріңізде ең қайырлыларыңызбын дейді. Пайғамбарымыз әйелдеріне өте жақсы қараған, көңілдерін сұраған, жағдайларын сұраған. Бір күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадиша дүние салғаннан соң қажып баратқанын байқағаннан кейін жігіттердің, жанындағы жігіттердің айтуменен үйленеді. Толықтау бір әйелге үйленеді. Реңі де қатты бар емес, өзі реңі де жоқ, толықтау деген әйел екен. Бірақ жүрегі деген не деген кең жүректі әйел болады. Оның кең жүректігін Пайғамбарымыз кейін біледі. Біраз уақыт өтіп, Мадинаға көшіп, жағдайының бәрі дұрысталып, көңіл күй орнығып, жаңа әйелдер алып, жас әйелдер алғаннан соң, бір кісілердің айтуыменен Пайғамбарымыз бұл кісіні талақ қылмақшы болады. Әлгі әйелді. Бұл сөз әлгі әйелге жеткенде Пайғамбардың алдына келеді. Әлгі әйел келіп айтады: я Расулалла, мені талақ етпеңіз. Мен сіздің жаныңызда қала берейін. Тек сізді көріп тұрсам болды, сыртыңыздан болса да. Керек болса, өзімнің кезегімді сіз қалаған әйеліңізге бердім деген екен. Қараңызшы. Сонда бар бұл кісінің жүрегінің кеңдігін түсінеді. Басқа әйелдерін қараңыз. Пайғамбарымыз қатты қиналып, ауырып, хал үстінде жатқан кезінде есіне бір келіп, бір келмей тұрғанда, бүгін кімнің кезегі деп сұрайды екен. Кімнің үйіне барамын деп. Сонда Пайғамбарымызға жүрегіне қош болсын деп бір-біріне сұрап, Пайғамбарымыз Айшаны жақсы көреді ғой деп. Бүгін Айшаның кезегі деп күніге Айшаның үйінде қалдырады екен. Неге өйтеді? Өйткені Пайғамбарымыз да кезінде бұл кісілерге сүйіспеншілік танытқан. Болмаса, ондай сүйіспеншілікті күтпейтін еді ғой ол кісі. Яғни, әйел кісіменен өте жақсы қарым-қатынаста араласу керек. Көп жігіттер ойлайды, әйелді қатты ұстау керек дейді. Бірақ қатты ұстау деген сөз, сіз надзиратель деген сөз емес. Ана тұтқынның үстінен күніге келіп, жаңа камераның терезесін ашып беріп, қалай тұрсын, жақсы ма? Жалып қойып, одан сайын қинап кету емес. О, еркек болып жүрмін деп. Жоқ, ол емес. Үйтіп жеңе алмайсыз. Үйтіп жеңе алмайсыз. Жеңе алмаған көкелерден, ағалардан сұраңыз. Құдай әйелдің өзінің басына бермесе, сіз оның басын қағып, тығып, ішіне еш нәрсе істеп бере алмайсыз. Өйткені сіз әйелді 18-ден кейін алдыңыз ғой. 18 жастан кейін. Тәрбиенің бәрі 18-ге дейін ап қояды ғой адам деген. Енді 18-ден кейін тәрбиелеймін дегеніңіз енді ақымақтық болады. Әйелді барын пайдаланасыз. Әйелді іздемей тұрып бірінші Алладан сұрайсыз. Алладан сұрап алғаннан кейін өмір бақи әйеліңіздің сыртынан дұға етіп өтесіз. Аллахым, жаманшылығын жоқ ет, жаманшылығынан өзің сақта деп. Тағы бір айта кететін мәселе, ол исламның зәру амалдарын үйрету. Өйткені ер азаматқа да, әйел азаматқа да Алланы тану, дұрыс құлшылық ету міндет. Дұрыс құлшылық ете білу үшін білім керек. Көп жігіттер өздері оқиды, әйелдерін оқытпайды. Артық біліп қойса, әйелім бәле болады деген сөздерді де айтады кейбіреулер.
Түсінесіз ба? Дұрыс білім алса, әйел кісі дұрыс болады. Ол мүмкін дұрыс емес білім алғаннан кейін шығар, еріне дұрыс қызмет қылмай қоятыны әйелдің. Әйеліңізді дін үйретіңіз. Өзіне керекті, қажетті зәру білімдерін үйретіңіз. Яғни мүмкін бір қолында кәсібі болса, сол кәсібін ары қарай жалғастыруға жәрдем беретін, оқитын оқулары болса оқытыңыз. Кейбір адамдар бар, жаңа үйленіп алады, үйленіп алғаннан соң әйелі оқымай ма, шоқымай ма десе оқымайды дейді. Не қылады? Әйел оқып. Рас, егер сіз баға алсаңыз, немесе ол кісіге жағдайын бүкіл жасап берсеңіз, расында да не қылады оқып? Бірақ жағдайын жасап бере алмасаңыз, немесе әйеліңіздің қолындағы кәсібі құрып бара жатса, зая қылып қоймаңыз ол кәсіпті. Мүмкін әйеліңіз жақсы тігінші шығар, мықты аспаз шығар, мықты бала тәрбиесі шығар. Ондайды пайдаланып қалғаныңыз абзал болады. Ол кісіге де алданыш, сізге де жақсы нәрсе болады. Зәру істердің біріншісі дін. Дінсіз адам, адамдық қасиеттен жұрдай болады, бауырлар. Дінсіз адамнан бәр нәрсе күте беріңіз. Ол отанын да сатады, елін де сатады. Ол кісінің алдында шекара болмайды ешқандай. Ол кісінің алдындағы шекара тек өзінің нәпсісі, өзінің қалтасы, өзінің абыройы, яғни өзі ғана. Сол үшін біз 70 жыл бойы тоқырау деп соғатынымыз содан. Дінсіз тәрбие алдық. Міне, дінсіз тәрбие қайда алып барды енді бізді. Көріп жатырмыз қазір соның рахатын. Өйткені қазір айтады, жастар ондай, жастар мұндай. Білесіз ба, мешітке келетін жастар, мен орта буынды ағаларды көп көрмеймін мешіттен. Қайта сол орта буын емес па бұзылып кеткен, бауырлар? Орта буын ау деймін сол бұзылып кеткен. Құдай ұрғанда сол орта буынды ұрып қойды. 40 пенен 50, 60-тағы ел ағасы болған халықты ұрып қойды Құдай ұрғанда. Ақылды болып кетті да бұл кісілер. Тәрбиесі дұрыс болмады ма? Осы кісілердің істегені дұрыс емес. Ал қазір мешітте, тіпті бүкіл Қазақстанның мешітінің 80-90% жастар. Ол жалған емес. Ондай болса жастар бұзылды деген сөзге мен қосылмаймын. Үшінші бір айта кететін нәрсе, сіз ақыр мұсылман екенсіз. Үйіңізде ислами өмір сүруді көрсетуіңіз керек. Және үйіңіз ислами өмір сүру керек. Пайғамбарымыздан бір жігіт кеп сұрайды, я Расулалла, мен қайдан үйленейін дейді. Сөйтсе пайғамбарымыз айтады, жәннаттан үйлен дейді. Жандағы сахабалар әзілкештеу болады, күледі. Ахаха, көрдің ба, пайғамбар саған өліп қал деді ғой деген дейді. Жәннатқа дегеннен өліп қалғанда барасың ғой, саған өлгенше үйленбе деді ғой деп күледі да, достар. Ана кісі біртүрлі болып қалады. Пайғамбардың алдына келіп, я Расулалла, түсінбедім ғой бұл жауабыңыз дегенде, мұсылман адамның үйі жәннат деген. Себебі жәннатта боғауыз сөз болмайды. Жәннатта дүнияуи сөз болмайды. Бекер, күнә сөздер болмайды. Мұсылманның үйі де сондай деген. Сіздің үйіңіз боғауыз сөзі жоқ, жалған сөзі жоқ, күнә сөзі жоқ болған үй болу керек. Оны ұстататын сізсіз, және сіздің жолдасыңыз, әйеліңіз соған жәрдем береді. Сіз сырттың жауынгерсіз, таңда шығасыз, кешке келесіз. Әйел кісі үйде қалады, балаларға қарап. Өтірікті айтқызбай өсіретінде, ғайбат сөзді, боғауыз сөзді тыятында, сол үйіңіздің ұясы, үйбекесі әйеліңіз болады. Ондай болса, әйеліңіз егер дінді білмесе, балаларыңызға дым үйрете алмайды. Сіз үйіңізге, әйеліңізге исламды, ислами өмірді үйретуіңіз керек. Намаз өз уақытында оқылсын, жалған сөз сөйленбесін, ғайбат сөз айтылмасын, боғауыз сөзден тыйылайық, жалған
осындай жаман нәрселер тоқтағанда бұны көріп өскен бала қандай әйбат, қандай көркем болып өседі. Бұндай тәрбиені көріп өскен қыз бала қандай. Ол үйдің қызына шынымен ақ қанша қалың мал берсеңіз де арзитын шығар. Таласып тұрып алатын шығар жігіттер. Өйткені боғау сөз айтылмайды ол үйде. Жалған айтылмайды. Біреудің сыртынан сөйленбесе, не деген арман үй ол. Бұл еркек кісінің мойнындағы міндет, бауырлар. Үйді ислами өмір сүргіздіру, үйдің ішін ислами ету, тәрбиелі, құнды, рухани ету еркектің мойнындағы міндеті. Әйелдің емес, әйелге тапсырып қойып кетіп қалу емес, сіздің міндетіңіз. Сіз ойлап табуыңыз керек, соны қалай жасауды. Мемлекет қалай жасап жатыр қазір өзінің саясатын. Сіз де үйіңізде бір президентсіз, қолыңыздағы семья бір мемлекет. Сол мемлекетті дұрыстауыңыз керексіз. Қалай дұрыстайсыз? Ол енді өзіңіздің тәжірибеңіз, көргеніңіз білдіреді, үйренгеніңіз білдіреді. Бір адамдардан көрдім, үйіне кәдімгі тақтайша іліп қойған, әдемі қылып. Ол тақтайшаға балаларына, қыздарына сурет салдыртады. Күннің, айдың суреттерін салдыртып, соның жанына Құранның аятын жазып, арабша, астына қалай оқылуын жазып, оның астына аудармасын жазып қояды. Сөйтеді да, міне бұл аптада біз осы Құранның аятын амал қыламыз дейді. Астына бір хадис жаздырып қояды балаларына. Таңдаңдар дейді да. Мына хадис болды, осы хадис. Бәріміз семьяменен жаттаймыз дейді. Тамақ ішіп отырып сұраймын дейді. Құранның әлгі аяты қандай еді? Бұлай, бәрекелді. Әлгі хадис қандай еді? Мен ұмытып отырмын. Мына қызым айтып қойды ғой, ана балам айтып қойды ғой. О мағынасы қандай оның деп. Соларды сөйтіп жинап отыруыңыз керек. Өйткені семья сізге керек. Сіз оның қамын ойламасаңыз, сырттан келіп, біреу келіп ойлап бермейді. Имам келіп, үйіңізге келіп, дін үйретіп, балаларыңызға келіп, оны сұрап, оны сұрамайды. Сіз істейсіз оны, сіз балаңызға ұйқыдан тұрғанда не деп айту керек? Киім кигенде не деп айту керек? Тамақ жегенде не деп айту керек? Тамақ жеп болғасын не деу керек? Деп үйрететін. Екі адам ұрсып басы айқайлап емес, екеуінің арасын отырып, сабырлықпен, ақылмен отырып, мұсылман деген бүйтіп шешпейді тірлікті деп, ішінде ислами шешуге әрекет жасататын сіз боласыз. Сіздің еркектің мойнындағы міндеттерінің бірі осы болады. Илтизамун ислам. Ислам өмірін семьяда, жан ұяда насихаттау. Төртінші бір айта кететін нәрсе, қазіргі көп мұсылман жігіттердің ауру мәселесі. Екі әйелдік мәселені айтайықшы. Көпшіліктің жүрегіне осын бір дүркілдеп кеткен шығар, жүректер соғып ойпырмай, шіркін ай қандай тамаша тема болды деп. Бауырлар, көп әйелі бар адам міндетті түрде әділ жасау керек. Бұл Құрандағы Алланың бұйрығы, әділеттік деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кім әйелі көп болса, екі әйел болса, үш әйелі болса, соларға әділеттік жасамаса, жарты денесімен тіріледі деген қияметте. Ол енді екі әйел алуды мақтамаймын да, жақтамаймын да. Барын айтамын маман ретінде. Көп әйелдікті алуды біздің қазақта жат іс емес. Ол ата-бабамыз көрмеген іс екен деп айтпай-ақ қояйық, бауырлар. Оны бір жар салып адам шошитын тірлік емес ол. Біздің қазақтың зиялылары алған екі әйелді, үш әйелді. Әлі де алады, алып та жатыр. Ол қалмайды. Бұл дәстүр, бұл бар нәрсе. Мен қазақшылықты айтамын. Ал мұсылманшылыққа келсек, маман ретінде айтатыным, Алланың бұл рұқсат етілген рұқсаты.
Бұған ешкім ақысы жоқ қарсы айтуға. Өйткені бауырлар, шыны керек, жан ашу керек қой қазіргі қазақтың қыздарына. Өйткені әйел көп қазір бізде, еркек аз. Сан жағынан айтып жатырмын мен. Бос жүрген қыздар көп. Қыз келіншектер көп ажырап жатқан. Соларға бас көз болатын еркек керек. Бұл сауап іс, жақсы іс. Бірақ некелеп алу міндетіменен. Себебін қараңызшы. Біреу айту мүмкін. Теңдік үшін ондай болса, әйел кісі де 2-3 еркекке тисін да деп. Теңдік үшін тигізіп көрейікші десеңіз таң қаласыз. Неге екенін айтайын. Бір еркектің дейік, бірнеше әйелі бар. Дәл сол сияқты дейік, бір әйелдің бірнеше еркегі бар. Екеуінен туылған перзент қандай болады деңізші? Қанша әйелінен туылса да, әлгі еркектің перзенттерінің бәрі соныкі да. Соның атында жазылады, қаны соныкі. Басқа жағынан келсек, мысалы сіздің қазір көріп жүрген өміріңізде бір адамның дейік 2 қызы бар. Бір қызы көшеден бала тапты. Көшеден тапты. Бір қызы күйеуден тапты, күйеуге тиіп тапты. Әлгі адам қайсы немересін қорықпай халықтың алдында ертіп жүреді? Сіз қалай ертіп жүрердіңіз сол қызыңыздың, сол немерелерін? Рас қой, 4-ші күйеудің 4-ші әйелі болса да, әлгі қызыңыздың немересін ертіп жүретін едіңіз. Өйткені арасында неке бар ғой. Арасында неке болғасын сіз жүзіңіз жарқын болып жүреді. А балалар ше, мен кімнің баласымын дейді анау. Некеден туылған адамда фамилия болады. Ру болады қазақтағыдай. Мен қоңыратпын, дулатпын. Әкем пәленше, фамилиям түгенше деп айтады ол бала ше. 4-ші әйелінен туылсын да бәрібір. Ол айталады да. Оның қаны таза, ол текті ол. Ол текті туылған адам. Мақтанып айталады қайда жүрсе де да. Міне пәлен ағам бар, пәлен інім бар, әпкелерім бар деп. Қалай болса солай айталады. Ал көшеден туылған бала не дейді? Руың кім десе не дейді? Кімнің руы ол? Не ол? Қандай ру ол? Рас қой, осындай болады. Дәл анау көп байы бар әйел де сондай болады. Бала көтереді, бірақ қай байынан көтерді сонда? Қайсысының атына жаздырады енді? Жоқ. Еврей халқы сияқты біз әйелдің атына жаздырамыз бұл бәр нәрсені. Әйелдің руын берейік, әйелдің фамилиясын берейік. Енді онда байға тию емес, әйелдер күйеу алсын да, машинемен жүріп, аңдып, қай жігіт ұнайды, анау жігіт ұнайды, ұстап алып, басына тақия басып, апқасын, бетін ашсын. Бауырлар, абсурд нәрсе ғой енді, расында да. Көп әйелдік дінде бар нәрсе. Көп әйелдік қазақта да бар нәрсе. Онымен күресудің қажеті жоқ. Бұл қайта қазіргі қоғамның шешімдерінің бірі. Бұны халыққа қоя салу керек үндемей. Халық өзі шешеді. Мен бұны шақырмайын, бәріңіз осындай жасаңыздар деп. Жоқ, бұны істеген адамды даттамаймын да. Өйткені бұны істеген ер азамат мойнына алса, жігіт екен. Сондай шешімге барған. Бірақ жігіт болғанда да мен штирлицтерді айтпаймын әлгі. Штирлиц болып жүрген жігіттер бар, бірінші әйеліне айта алмай, екіншісін ап қойып. Өмір бақи штирлиц болып кетесіз ана, бойғұлымен Айсманнан қашқан. Оның қажеті жоқ оның, түсінесіз ба? Ана, шпиондар сияқты өмір сүреді да, жаңағыдай дын-дын-дын-дын деп жүреді да, сол өмір бақи сосын. Ананы біліп қоймады ма, мынау айтып қоймады ма деп. Не ол өмір? Не болды ол өмір?
Оның қажеті жоқ, бауырлар. Аласыз ба, еркексіз ба, ашық алыңыз. Қазақта бар нәрсе, дінде бар нәрсе. Әйелдің ақылы болса, түсінеді. Ол таяқтың бір ұшы. Енді екінші ұшына келсек, солай алып атқан жастар көп. Әсіресе мына батыс жақта естеміз. 2-3-еуден ат тастайды екен. Алды деген аты болмаса қарамайды екен да, бірақ. Қызық кезінде барады да, 1-2 айда. Сонымен қалады анау. Еске түсіп кеткенде іздейді. Анда тастайды, тастаса. Болмаса қалады сол адам. Ол біреудің қызы ғой. Мойнында Алланың аманаты бар ғой. Оның ішіп жемі бар, тәрбиесі бар, діні бар, киетін көйлегі бар. Сол нәрсенің бәрін қарап, қадағалап, бәріне бірдей қарау керек қой. Бәріне бірдей қарау деген сол мағынада. Ол мынаған көк көйлек әперсең, мынаған да көк көйлек әпер емес. Ол біреуіне көк көйлек ұнамайтын шығар, біреуіне сары көйлек ұнайтын шығар. Ондай емес, көңілін табу. Қанша әйеліңіз болса да соның бәрін көңілін таба білу. Ол саясат. Сол саясатты алып жүрем деген адамдікі болады. Өзбек халқында мақал бар. Атқа мінгестің ба, артым ауырды деме дейді. Оны мінгеспей тұрып айту керек еді деп. Сол сияқты әйелді алмай тұрып ойланыңыз. Әйелді алдыңыз ба, енді артыңыз ауырмасын. Ол біреуді алып, біреуді тастап кететін зат емес ол. Біреудің қызы, біреудің қарындасы. Білесіз ба, бір әйелдің абыройы төгілген үшін кезінде патшалар бір елді ойранын шығарған. Муътасим деген бір патша болыпты. Испанияның дәуірінде. Испания мұсылмандық дәуірі 7 ғасыр болады. Сол кезде тарихшыларымыз айтады. Жанындағы көрші француздың еліменен араласып, базарласып тұрған ел екен. Сол бір базарда бір әйел кісі, орамал таққан әйел кісі базарда базарлап жүргенде, сол базардың кәпірлері бұл кісіні мазақтайды. Ана сүметілдері орамал тағып апты. Деп мазақтап отырған жерінде жаңағыдегі етегіне шегеге қағып қояды. Тұрған кезінде етегі жыртылып кетеді. Құлап қалады. Содан аналар ахаха деп күледі ғой. Сонда әлгі әйел «Ва Муътасима» деп айқайлаған екен. Муътасим деген патша сол заманда. «Ей Муътасим» деп айқайлағанда әлгі еркек күліпті дейді басында, қақ-қақ еді. «Иә, сол келеді саған сол Муътасим. Не істейді екен» деп. Бұл базарда бір еркек, басқа да мұсылмандар жүрген болады. Сол бір мұсылманның күші жетпеген соң көзіне жас алып қиналғаннан жүрегінде түйіп, одан гөрі мен сол патшаға барайын деп, патшаның алдына шейін барады сол еркек іздеп. Сөйтіп болған уақиғаны айтқанда, әлгі патша орнынан тұрып, әлгі итке хат жазыңдар деген екен. Сөйтіп хат жаздыртады. «Ей, пәленше, қазір сол әйелден кешірім сұратпасаң, мен әлгі қаланы басып алам. Саған сондай әскер жіберем, бас жағы сенің тағыңның алдында болса, аяқ жағы менің тағымның алдында болады» дейді. Бір әйелдің абыройы, ойлаңыз, Олар күледі. Ол еш нәрсе емес, патшаның өзі қол бастап, әлгі қаланы басып алады. Сөйтіп, әлгі соны мазақтаған еркекті таптыртып, алып кеп, әйелге құл қылып қояды. Құл етіп сатып әпереді әйелге. Сөйтіп кеткен екен әлгі патша. Білесіз ба? Әйелдің абыройын қалай қорғаған еркектер болған.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ислам діні соншалықты дамиды, сондай бір күндер келеді. 16 жасар қыз қажылыққа бір өзі шығып барып келгенде тіпті ол кісіге қасқыр тимейді дейді. Көшеде. Соншалықты тыныш өмір болады. Біз қазір әйелдің құқығы дейміз өзіміздің қарындастарымызға. Соншалықты салғырттықпен қараймыз. Қолымыздағы әйелдерімізді айтып жатырмын. Соншалықты қарайтынымыз, кейбір еркектер сол бір әйелді шүйке басты басқара алмағаннан қол көтереді. Нең еркек болды, сол еркек болып әйелді ұрғаның. Ұрып алып тағы бетінен сүйгенің не одан кейін? Мен түсінбеймін сол жерін. Пайғамбарымыз өмірінде әйел ұрған емес. Дінде әйел ұру рұқсаты бар, беттен ұрған емес, бірақ беттен ұруға болмайды. Ұрғанда да белгілі бір айыптары үшін белгілі бір уақытында ғана қолданылатын іс ол. Ол қалай болса десе, пайғамбарымыз оны хадисте ретіменен келтіріп қойған. Егер бір әйел белгісіз бір жағдайда бір сондай өзінің жаңағы дін талап етілмейтін күнә жасаса, немесе сондай бір әдепсіздік жасайтын болса, адам көтере алмайтын. Бұл кісіге насихат айтылады дейді. Насихат айтпайды қазір жастар, бірден жұдырықтайды. Бірден жұдырықтайды. Насихат айтады бірінші орында. Дұрыстап түсіндіріп беріледі. Насихат әсер етпеген жағдайда төсегіңді бөлек салып жат дейді пайғамбарымыз. Қараңшы, соның өзінде де әлі ұрған жоқ та, төсегін бөлек салып жатады. Соның өзі үлкен сабағаннан да ауыр нәрсе еді. Соңынан барып, оған ғана тыйылмаса ғана қол көтеріледі. Онда да бір жерін қанаты бір жерін ойсыратып та емес, бетінен, жүзінен де қол көтеріп емес, соған әдеп болатындай қылып сабалынады деп айтады. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көрсеткен тәрбиелері, айтып өткен нәрсесі. Яғни қол көтеру, ұру әйелге, бұл ең соңғы іс, талақтан алдын тұрған іс. Ал кейбір еркек өмір бақи әйелін сабап өтеді. Ең соңғы еркектің әйелінің алдындағы міндетінің бірі сырын ашпау. Сырын ашпау, иә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады хадисінде. Сондай бір еркекті Алла тағала лағнет айтсын, лағнеттесін дейді. Бір әйелменен, өзінің әйеліменен бірге болып, оның мына жақта басқа адаммен отырғанда соның сырын ашқан адамды Алла тағала лағнет айтсын дейді. Басқа бір сөздерінде пайғамбарымыз айтады, әйелің бір айып жасап қойса, ол айыпты өзгеге айтпа дейді, керек емес адамға. Өйткені егер ол әйелменен бірге тұратын болсаң, ол өзіңнің әйеліңнің айыбын ашқан боласың. Ал егер одан ажырап кететін болсаң, сен біреудің әйелінің айыбын ашқан боласың дейді. Яғни қандай жағдайда сыр ашылмайды. Қандай жағдайда да сыр, сол күйінде сыр болып қалу керек, бауырлар. Әйел еркектің арасында өзінің сыры бар. Өзінің сыры бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бір күні бір жігітке барды, я Расулалла, мен үйлендім деген кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Қандай қыз алдың дегенде, мен осындай Мәдина әйелдерінің біреуін алдым дегенде, қыз алмадың ба дейді. Яғни қыздай үйлену, әсіресе бойдақтарға айтатынымыз, абзалырақ болады, бауырлар. Қыздай үйлену абзалырақ болады. Пайғамбарымыз айтады оны. Өйткені сен оны менен әзілдейтін едің, ол сенмен әзілдеп ойнайтын еді деген екен. Яғни екеуінің араңдағы қызықшылық бөлек болатын еді депті. Осы мәселеге келіп айтатынымыз, бауырлар, бірінші орында жақсы ислами мінез құлықпен араласу.
оған зәру ислам қағидаларын үйрету, үйді ислами өмір сүруге себепкер болып насихаттау, әйелдердің арасында әділеттік жасау және сырын ашпау, бұл еркек кісінің міндеті болады. Екі әйелі бар адамның сырын бір әйеліне айтып беру дұрыс емес. Яғни бір әйелінің сырын екінші әйеліне де айтылмайды. Ол сыр болады. Кейбір адамдар бар, тоқал алып алады, сөйтеді да тоқалына бүкіл бірінші әйелінің қасиетінің бәрін айтып береді. Ана жері жаман, мынандай сөзі бар, андай өзі бар деп. Бұл дұрыс емес, бауырлар. Бәріне бірдей қарауымыз керек. Сыр айту біздің исламның әдеті емес. Біреудің сыры өмір бақи жабық болып қалу керек. Өйткені Алла тағаланың саттар деген есімі бар. Сіз қашан сырды жасырасыз, Алла сырды жасырады. Сіз қашан біреудің сырын ашасыз, астағфирулла, қиямет күні сіздің сырыңызды бүкіл халықтың алдында Алла тағала ашып тастаса не болады? Енді уақыттың таяп қалғаннан әйелдің ақыларын тездетіңкіреп айтатынымыз әйел кісілерге. Ол енді көптей ақ емес, бірақ айтқанға аз болғанменен жасағанға ауыр амалдар. Біріншісі, әйел кісі өзінің еріне итағат қылу керек, бойсыну керек, айтқанын істеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: егер адам адамға сәжде қылуға рұқсат бергенде еді маған Раббым, мен әйел кісіні ерге, өзінің еріне сәжде қылуды бұйырар едім деген сөздері бар. Бұл Термизида келеді, оны сахих деп айтады. Ибн Хиббанда да келеді бұл хадис. Осы хадистің өзі осы сөзге дәлел болатын шығар. Итағат қылу әйел кісінің мойнындағы міндеті, өзінің күйеуіне. Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады: ер кісілер әйел кісілердің үстінде жоғары қараушылар дейді. Бұл деген сөзде адам бастығына бағыну керек. Бір семьяда бір президент, бір бастық болады. Бір әлемде бір құдай болғандай, бір семьяда бір-ақ қана бастық болады. Семьяңыз қазіргі жаңа семьялар сияқты либеральный семья болмай-ақ қойсын, бәріміз тең құқылымыз, демократично бәріміз сөйлейміз. Ол бекер нәрселер, бауырлар. Ол деген сөз сіздің семьяңызда қатын сөйлейді деген сөз. Сіз үндемей отырасыз деген сөз. Демократ болу. Ондай демократтарды көріп жүрміз. Семьяда бір адам сөйлейді. Монархия. Бірақ ол монарх сізсіз. Қолыңыздағыға қатты көңіл бөлетін адамсыз. Оның құқығын айтып өттік сіздің ақыңызда. Әйел кісінің нәрсесін айтатынымыз итағат қылу керек. Кейбір бауырларымыз, мысалы, қазіргі кезде андай нео-ислам ағымдарын ұстанып жатқан кейбір бауырларымыз бәрібір ханафи мазхабын ұстанатын қыздар іздейді. Десе, анау қыздар дәлел сұрап кетеді дейді, барлық нәрселе. Бір нәрсе болса, дәлелің бар ма? Бір нәрсе болса, дәлелің бар ма дейді, маған ханафит қыз тауып беріңдерші деп жүреді. Дәлел сұрамайтын, үндемей бағына беретін дейді. Қарасаңшы. Итағат деген ол мойнындағы әйелдің бар нәрсесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: егер бір әйел өзінің ерінің қызметін жасап, ризалығын тапса, Раббысының одан бұрын Раббысының қызметін жасап, ризалығын тапса, Алла тағала бұл кісіге 8 жаннаттың қалағанынан кір деп 8 есікті де ашып тастайды дейді. Басқа хадистерінде 3 күн қызмет қылса деп айтады. 3-ақ күн қызмет қылып ризалығын тапса дейді. Ең аз дегенде. Ең аз дегенде 3-ақ күн қызмет қылып, соның көйлегін жуып, қарнын тойдырып, тамағын істеп, ризалығын алса, одан бұрын әлбетте Алланың ризалығын алса, намазын қайылдатып, дұрыстап оқыса, сол әйел кісіге жәннат 8 есіктің бәрі ашылады жәннаттың.
Ол оңай тірлік емес. Бұл сөзге оңай, амалға қиын. Бір адамның көңілін тауып көріңізші. Бір адамның қызметін жасап көріңізші. Сол үшін қызы бар бауырлар айтатыным, қыздарыңызды еркекке бағынатын етіп тәрбиелеңіз. Ал әйелі бар бауырларыңызға айтатынымыз, әйелдеріңізге осыны айтып өсіріңіз. Қыз бала еркектің қадірін білу керек. Еркекке қызметкер болу керек. Сонда ғана жәннаттың есігінен ол кісі қалағанына кіреді. Сонан соң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: сіздердің барлығыңыз басшысыздар, және әр басшы өзінің қол астындағыларға жауапкер деген сөзі бар. Ер кісі өзінің семьясына жауапкер, әйел кісі сол ерінің тауып берген дүниесіне жауапкер дейді. Жауапкер болғанда Алланың алдында жауап бересіз. Әйел кісіге айтылатын сөз бұл. Әйел кісіге айтылатын сөз. Өзіңіздің, күйеуіңіздің тапқан мүлкін ысыраппенен жан-жаққа жарату. Маңдай терімен тапқан нәрсесін жан-жаққа бекерге шашу, бұл ысырап болады. Оны дұрыстап сақтау, әдемілеп мәпелеу, бұл әйел кісінің қолының берекелігі болады. Дұрыс орынға жұмсай білу, бұл әйел кісінің тапқырлығы, ақылдылығы болады. Ол уақиғаны әлде жеңілдірек, бір дәлірек, кеңірек айтып берерміз. Енді қысқа уақыттың қысқалығынан айтатыным, бір табиғин ғалым кісінің өмірі туралы айтылады. Бір парсының жігіті исламды қабылдап, жүрегіне иман нұры барғаннан соң, мұсылманның әскеріне қосылып, әскер қатарына кетеді. Сөйтіп шекарадан шекара жүріп, бір күні дүние тауып, соғысып жүр. Дүние тапқаннан соң пайғамбардың қаласын көрейші деп Меккеге, Мадинаға келеді. Меккені көреді, Мадинаны көреді. Сөйтіп Мадина қаласына келіп, аралап жүріп, отырады, орнығады. Дүниесі бар. Сөйтеді да, не істеймін, енді үйленейінші осы жерден деп іздеп жүріп, ең ибалы деген семьядан қыз алады. Үйленеді. Үйленген соң отырықшы өмір басталады бұл жігітке. Бірақ ойлаңызшы, сақырлаған қан майдан көрген әскери адам тыныш өмірге өмір сүріпті ма? Ол тозып кетеді ғой, тат басып. Бірнеше күндерден соң бұл кісі шынымен жүрегі қысылып қиналғанын байқайды, ауырлайды. Сөйтіп қиналып жүрген кезінде мешітке келіп намаз оқып тұрғанда бір кісі келіп айтады: халайық мұсылмандардың шекарасын жабу үшін шекарашылар қажет болып жатыр. Осындай шекараларда әлжуаздық танытып жатырмыз. Қай жігіт бар атқа қонатын деген кезде, баяғы шекарада қызмет еткен кездері, әскери өмірі есіне түсіп, қайтадан сол кезге махаббаты оянып, жүгіріп әйеліне барады, айтады: мен болмадым, сенің жаныңда жүрмедім. Кешір мені, мен сені талақ етпеймін. Мынау сенің бүкіл барыңа мен келгенше жететін дүние деп 50 000 алтын тілля қолына тастайды. Бір сандық ақша. Сөйтіп қолына тастап, осыны жаратқанша мен кеп қаламын деп, қайтадан баяғы әскеріне қосылып кетіп қалады. Уақыт өтеді, бірнеше заман өтеді. Ғалымдарымыз айтады, 20 жылдай уақыт өтті дейді. 20 жылдан кейін бұл кісі әскерге жарамсыз болады әбден. Енді қартаяды да ғой, енді қашанғы ат басында отырып шаба берсін. Содан жарамай достарынан жаңағыдай рұқсатын сұрап қайтады. Дүниеменен қайтады тағы да. Сол дүниеменен қайтып Мадинаға келеді. Өзінің үйіне кіріп есігін қағып, мынау менің үйім ба, менің үйім емес па деп кіріп зорға кірсе, әйелі келіп тұр. Сол келіп жаңағыдай күйеуін танып, жаңағыдай қызмет қылады. Содан келіп қолындағы ақшасын алып әйеліне беріп, баяғы ақшаға тағы қосып қой деп айтады. Сөйтсе әйелі көзін алып қашады, ары бері. Не болды десе, ештеңе емес деп отқанда азан айтылады. Сіз азан айтылды, намаз оқып келіңіз барып дегесін, мешітке барады.
Мешітке барып намаз оқиды. Намаз оқып бола берген кезінде халық айтады, пәленше келе жатыр, пәленше келе жатыр. Дегеннен кейін халық ашылады. Бір жас жігіт келіп бір жерге отырып, халыққа дін тәлімін береді. Жұрттар оны алқа қылып отырып алады. Бұл кісі жақындайын десе жақын бара алмайды. Енді үйреніп қалған халық қой, бірден әркім өзінің орнын алып алғаннан бұл кісі шеттеп қалады. Қарайын десе көзі жетпейді, қиналып, бұл кісінің бір сөзі келсе бір сөзі келмей, біраз естеді. Сосын жандағы отырғандардан сұрайды, бұл кім десе, бұл осындағы жас жігіт. Мадина қаласында бүкіл ғалымдардың соңынан қалмай жүріп оқыған жігіт. Ақыры Мадина халқының ішіндегі ең абзал деген ғалымдар бұл кісіге рұқсат беріп, осы пайғамбарымыздың мешітінде сабақ беруге рұқсат берді. Бұл сондай ірі ғалым жігіт. Өзі жас десе, бұның әкесі кім? Әкесі десе, әкесін біле алмадым дейді. Әкесі ұзақ жерде соғысып жүр деп естеміз. Үйі осы пәлен деген жерлерде деп айтады. Бірақ енді бұл сөзді біреуін естсе, біреуін естімейді. Жұрттар енді ана сөйлеп болса, тыныш деп сөзін бөле береді. Сонымен үндемей сөз қалап, сабақ бітіп үйіне қайтады. Қайтып келіп әйелін айтады, Мадина өзгеріпті, мынадай жаңалықтар болыпты, халық тоқ болып қап, 20 жыл ғой енді. Халық киімі көк болып, қарны тоқ болып қапты, сөздері өзгеріп, білімді адамдар көбейіп, жап-жас бір жігіт келіп, уағыз айтып, жұрттың бәрін аузына қаратты депті. Сонда бар әйел айтқан екен, сол сенің балаң деп. Мен саған сол ақшаңды қайда жаратты деп сұрайды деп қысылып отқан ем. Сол тапқан ақшаңның бәрі осы ғалымдардың қолдарына беріп баламды оқыттым депті. Енді ақшаң таусылып қалды депті. Балаңның тапқан ақшасы үйдегі ақша. Сен ризасың ба деген екен. Бұл үлкен ірі табиғи ғалымдардың өмірі. Әлі бұл кісілердің аттары да айтылып, істеген еңбектері де кеңінен тарих беттерінде әлі иншалла сабақтарымызда айтылар. Мен бұл жерде айтатыным, әйел кісінің ақша жаратудағы ақылдылығын қараңыз. Өзінің баласына сондай жақсы білім беріп, өзінің еліндегі ең абыройлы азамат қатарына көтерген әйелдің, ананың еңбегі. Бір кісі өмір сүріп, өмірінің аяғында төсек тартып құлап жатқанда, балалары басында отырғанда балаларын айтыпты, балаларым, мен сендер туылмай тұрып, сендер дүниеге келмей тұрып, мен сендерге бір жақсылық жасағанмын. Бертін келе тағы да жақсылықтар жасағанмын десе, балалар айтыпты, я әкежан, сен біз туылғаннан кейін жасаған жақсылығың көп, бірақ біз дүниеге келмей тұрып қандай жақсылық жасадың десе, мен сендерге жақсы ана тауып бердім ғой деген екен. Жақсы ана табу деген нәрсе сендерді туатын, сендерді тәрбиелеп, сендердің қас қабақтарыңа қарап, осындай соқтандай жақсы тәрбиелі қылып жігіт өсіретін ана табу деген оңай емес. Сондай ана болу да оңай емес. Қазіргі қыздардың құлағына алтын сырға, сигарет пенен күлкі ойын, арақ шарап, жеңіл желпі жүріс. Бұл уақытша нәрсе. Сіз ана боласыз. Ана деген үлкен абырой. Ол абыройға жеткен де бар, жетпеген де бар. Сол ана осы батырларды батыры қылған. Ақындар менен елдің ұлыларын, даналарын дана қылған сол аналар, сол қыздар болады. Сол үшін айтатынымыз, әйел кісі өзінің ерінің алдындағы ақысының біреуі тапқан дүниесін, абыройын сақтай білу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтатыны, ең жақсы әйел жүзіне қарағанда көзің қуанатын, сен жоқ кезде өзінің абыройын, сенің абыройың менен малыңды сақтап отыратын әйел деген екен. Ең жақсы әйел сол әйел болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ең жақсы әйел, көп туатын әйел. Аппақ
бірақ бала тумайтын әйелден гөрі қап-қара реңі болмаса да көп бала туатын әйел сұлу деген сөздер де бар. Нағыз сұлулық ол ана болуда. Нағыз сұлулық ол бетке 5 кило бояуды жағуда емес. Нағыз сұлулық жылтыр айнадай бір сұлу киім киюде емес. Бірінші сұлулық жан сұлулығы. Адамның тәнінің сұлулығы ол уақытша нәрсе. Ары кетсе 1 апталық сұлулық болар, ары кетсе 1 айлық сұлулық болар. Одан кейін ол сұлулық қалады жайына. Шын сұлулық адамның жүрегінің, жан дүниесінің байлығы, сұлулығы. Қыз балаларға айтатынымыз, жүрегіңізді байытыңыз, мінезіңізді байытыңыз, тақуа болыңыз. Аллаға көп сауап амалдар жасап, жүрегіңізді де, өміріңізді Алла үшін арнаңыз. Соңғы айтатынымыз, әйел кісінің өзінің ерінің алдындағы міндеттерінің біреуі Құран-ы Кәримдегі айтқан бұйрықтарға қарай өзінің ерінің үйінде отыру дейді. Әйел кісі өзінің күйеуінің рұқсатыменен ғана үйден ғана шыға алады. Рұқсатсыз шыққан әрбір Алладан лағнет алады. Күйеуінің рұқсат еткен адамдарымен ғана, ағайын туыстарымен ғана араласып, сол кісілерді ғана үйіне қонақ ете алады. Басқа кісілерді әйел кісі шақыруға күйеуінің ғана рұқсатыменен ақысы бар. Осы нәрселерді ұмытпасаңыздар, жанұя деген оңай тірлік емес. Семьяңызға қатты көңіл бөліңіз. Көп адамдарды біліп жатамыз. Сыртқа шыққанда, уағыз айтқанда тілі 2 метр. Жұртқа барып жаңалдегі хадис айтып, аят айтып тұрғанда тілі 2 метр. Үйінде әкесі де, анасы да намаз оқымайды. Үйіндегі аға інілері де намаздан, Құдайдан әбден безіп кеткен. Өзі ғана мына жақта жүріп жұртқа ақылшы болады. Бірінші қазақта сөз бар, май жақсаң өзіңнің басыңа жақ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламда хадис бар. Ибда би нафсика фатасаддақ алейха. Бірінші бастасаң өзіңнің нәпсіңнен баста, соған садақа бер. Фа ин фадалат шайун, егер бір нәрсе артылып қалса, фали ахлика, өзіңнің жанұяңа. Фа ин фадалат шайун вали ақрабаика, ва хакада фа хакада. Одан артылып қалса жанұяңнан, аға іні, туған туыстарыңа, яғни немере туыстарыңызға, одан артылса осылай, яғни кеңейгенде өзіңізден бастап кеңейесіз. Анау таблиғ жамағаты бар ғой, жаңағыдегі басқа жаққа барып уағыз жасайтыны содан. Өзінің үйінде арақ ішіп жатыр ма, бұғып жатыр ма білмейді да. Біреуге барады, біреудің еліне барады, тап-таза әп-әдемі болып уағыз жасайды. Оны ешкім танымайды ғой, оны ешкім білмейді ғой. Үйінде не болып жатқанын да білмейді. Бір жерге барып әдемі сөздер айтып тұрады. Өйткені сыртқа біреуге әдемі көрініп тұра береді. Бірақ пайғамбарымыз айтқан насихат бойынша бірінші өзіңізден бастайсыз. Бірінші өзіңіздің нәпсіңіз. Одан ағайын, туыс, семьяңыз, бала шағаңыз, аға інілеріңіз осылай үлкейіп кете бересіз. Ал кейбір бауырларымыз көшеге барып көсем болады, үйге келеді де бейшара болады. Жұртқа уағыз айтқанда қандай қылып айтасыз? Жұртқа дін тапсырғанда қандай қыласыз? Біліп аңыз, қолыңызға бір адамның хидаят тапқандығы, сол қолыңызға күннің шығып батқаннан да абзал деген пайғамбарымыз сөз үшін. Сіз өзге адамды дінге шақырғанда бүкіл барлық әдісті қолдануыңыз керек. Яғни ата-анаңыздың қызметін жасап, аға інілеріңіздің ағалық інілік борыштарын жасап, оларға мейірбан болып, діни мінез құлық, діни сөз, сіздің мұсылман болып намаз оқығаныңыздың өзгергендігіңізді көрсетіп, соған сондайлықты, ислам болсаңыз, ислами болсаңыз, қандай болып өзгересіз, соны жұрт қызығатындай дәреже жасасаңыз, сөзбен емес, амалмен ақ көрсетсеңіз, сөзден де абзал асып өтер еді. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк. Қазақстан бойынша 2007 жылы 882.323 отбасы құрылған. Соның 239.822-сі ажырасқан.
2008 жылы 812.789 отбасы құрылған, соның 229.168-і ажырасқан. 2009 жылы 846.742 отбасы құрылған, соның 253.000-і ажырасқан. 2010 жылдың қаңтар-ақпан айларында 18.201 отбасы құрылған, соның 6.236-і ажырасқан. Бір сөзбен айтқанда, елімізде әрбір көтерілген 3 отаудың бірінің қабырғасы сөгіледі. Қалыңдықты алу доңай, той доңай, табу қиын осы жағын ойлағай. Алғаныңда ақылына қарарсың, әдептісің, ісмерінде қаларсың. Көрінгенге көзін сүзіп қалмасын, кәрі жасты тек алыстан арбасын. Өлсе ғана топырақ түсер көзіне, шөп түсірмей адал болсын өзіңе. Тірі болса да атағына жығылма, қонбайсың ғой әйел тұрған тұғырға. Көңілсіз боп есік аттап шықпасын, сенен басқа еркек бар деп ұқпасын. Ер жігітті адастырар көп себеп, бірі күндей сұлулықты көксемек. Екіншісі даңқысын қалайды, үшіншісі байлықты жар санайды. Төртіншісі бірін тойға алмайды, ақ пейілді әдептісін таңдайды. Бай келіншек пейілмен ақ қорлайды, он алғандар өлілгенше сорлайды. Он алғандар өлілгенше сорлайды, бай емес меншігім деп торлайды. Бек жігітке бұрып бейілі жанарын, өздеріне сақтар суық қабағын. Әйелінің баққан дыбысы тынысын, ер жігіттің көрген күні құрысын. Ол бейшара жұмылғанша жанары, күйеу емес күзетші боп қалады. Сүйген жарда болмас ізі күдіктің, бақыты сол, байлығы сол жігіттің. Жақсы әйел нұр құяды жаныңа, құрмет етер туып өскен халқыңа. Сондай әйел басын тіксе жолыңа, бақытыңды қондырғаның қолың ай. Сондай әйел құрбан болса жолың